Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сүзбелі сочный дайындаймыз. Ол үшін қаймаққа қантты қосып, қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Бөлме температурасындағы май мен жұмыртқаның сарысын салып, жақсылап бір массаға енгенше араластырамыз. Кішкене тұз саламыз. Қопсытқышты ұнға қосып, содан соң оны салып, жақсылап жұмсақ етіп қамырымызды илейміз. Илеп болған қамырды 1 сағатқа тоңазытқышқа, яғни холодильникке қойып қоямыз. Келесі кезекте начинкасын дайындаймыз. Сүзбеге бір жұмыртқаның ағын, қант қосамыз. Қаймақ қосамыз. Және де ұн салып, оны блендермен ессеңіз де болады, немесе осылай вилкамен араластырсаңыз да болады. Содан соң қамырымызды алып, 2 бөлікке бөлеміз. Қатты жұқа қылмай, не қатты қалың етпей жаямыз. Кез келген формамен кесіп алсаңыз болады. Безендіру үшін мен осылай жасадым. Дайын болған соң сүзбемізді бір шетіне ғана салып, оны үстінен баспай, тек қана 2 шетінен басып жабамыз. Бетіне жұмыртқаны жағып, 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Біздің сүзбемен жасалған сочникіміз дайын. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Каналыма тіркеліп алыңыз, себебі алдағы уақытта көптеген рецептпен бөлісетін боламын.